Бисквитный торттарға заказ түскен кезде әрдайым осы бисквитпен жұмыс жасаймын. Егер сізге бисквиттің ішіндегі жұмыртқаның иісі ұнамайтын болса, осы рецептпен жасап көріңіз. Толық керек заттарды описанияның астына жазып қалдырамын. Бәрі жылы болу керек, бөлме температурасындағы заттар болу керек. Жұмыртқаны ақуыз бен сарыуызға бөлеміз. Ақуызын бөлек таза құрғақ ыдыста миксерлейміз, шым-шым тұз қосамыз. Одан кейін ағарып көпірген соң 25 грамм кукуруз крахмалын қосып, кішкене араластырамыз. 75 грамм қантты ақуызымызға салып, жақсылап миксерлейміз. Көпірген ақуыз мискадан төгілмей тұруы керек. 200 грамм ұнға 10 грамм қопсытқыш қосып, араластырып дайындап қоямыз. Сарыуызымызға қалған 75 грамм қантты қосып, 1-2 минут миксерлеп көпіртеміз. Ақуыз бен сарыуызды 2-3 бөлікке бөліп біріктіреміз. Жақсылап араластырамыз. «75 грамм сүтімізді құямыз, ақырындап араластырамыз. Одан соң 45 грамм сұйық майымызды құямыз. Дайындап қойған құрғақ массамызды сұйық массамен 2-3 қайтара айналдырып біріктіреміз. Абайлап жоғарыдан төмен қарай қимылдауға, араластыруға тырысамыз. Бұрындары бәрін идеально жасасам да, бәрі жақсы болып тұрған сияқты болса да, соңында духовкаға салған соң бисквитім көтерілмей қалатын. Қазір осы рецептпен пісіргелі менде ешқашан ортасы көтерілмей қалды, түсіп қалды деген жағдай болмады. Кольцомның диаметрі 22 см. Астына фольга орап, духовкаға салмастан бұрын кішкене формамызды көтеріп, бір лақтырып қоямын. Бәрі ровно, тестамыз ровно болу үшін. 170 градусқа 45 минутқа верх-низ асты мен үстін қыздыратын режимға қоямын. Жарты сағат мүлдем духовканың есігін ашпаймыз. Одан кейін ақырындап зубочисткамен піскенін тексеріп тұрсаңыздар болады. Формамыз 5 минуттай күтеміз суыған. Одан соң фольгасын алып, пышақпен кесіп, решеткаға аударып, толықтай суытып 1-2 сағаттай. Одан соң 5-6 сағатқа тоңазытқышқа қоямыз. Пищевой пленкаға орауды ұмытпаңыздар. Мені қарасаңыздар 6 сантиметрден асады біздің бисквитіміз. Менікіні 5-6 сағат тоңазытқышта тұрған бисквит 4 коржыққа бөлінеді. Өте әдемі кусоктар, қарасаңыз коржықтар ровный болып, ортасын қараңызшы, тесік-тесік болып, прям иісін айтсаңызшы қандай. Және қатты үгітілген жоқ, байқасаңыз кескен кезде. Дәл менікінде размерлі және үлкен болса 4 жұмыртқадан пісірсеңіз 6 сантиметрден жоғары көтерілсе бисквитіңіз 2,5 килограммдай торт жинауға болады. Келесі видеороликта осы бисквиттан торт жинаймыз. Өткізіп алмау үшін тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар.